Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат тізгінде Ләйла Дулатқызы, сурда аудармада әріптесім Шырын Жаңғабыл. Көшпелі студия тасқынға дайындалып жатқан Атырау қаласына көшті. Бүгіннен бастап мұнайлы өлкедегі жағдайды Жайық жағасынан жеткіземіз. Ұлттық арна осымен 4-ші апта көшпелі студияда хабар таратып жатқан естеріңізге сала өтейін. Алдымен Атыраудан соңғы 2 апта Батыс Қазақстан облысынан шыққан едік. Оралдағы Жайықтың су деңгейі түсіп келеді, ал Атырауда керісінше көтерілгені байқалады. Сондықтан қайтадан Атырауға көштік. Мұнда 500 шақырымға созылған бөгет салынды. Тасқынға қарсы жұмыстарға 15 мыңнан астам адам мен 1400-ге жуық техника жұмылдырылды. Бір айға жетпейтін уақытта жаға бекіту жұмысы 96%-ға аяқталды. Мамандар Ресейдің Орынбор облысы мен Батыс Қазақстан облысынан ойысқан нөпір су бұл аймаққа мамыр айының басында келеді деп болжап отыр. Атырау облысындағы Жайықтың су деңгейі бүгін 8 сантиметрге көтерілді. Оған Батыс Қазақстан облысының аумағынан жылыстап келген су әсер еткен. Бұл төтенше жағдайлар министрлігінің дерегі. Мамандар су деңгейі одан әрі көтерілуі мүмкін деп отыр. Сондықтан бөгеттерді нығайту жұмыстары әлі тоқтаған жоқ. Өткен тәулікте Индер, Махамбет, Исатай, Құрманғазы аудандарында 500 шақырымнан астам бөгет салынды. Ал Құлсары қаласын судан тазарту жұмыстары әлі жүріп жатыр. 207 мың текше метрден астам су тартылған. Жалпы ел бойынша бүгінге дейін 38 мыңнан астам адам өз үйіне оралды. Жайық өзенінің Батыс Қазақстан облысындағы су деңгейі қауіпті межеден 9 сантиметрге түсіп, 8 метр 41 сантиметрді құрады. Десе де 100-ден астам саяжай әлі суда тұр. Оның тартылуына біршама уақыт қажет дейді мамандар. Тасқынның беті қайтып, жағдай тұрақталып келеді. Жан-жақтан көмекке келген құтқарушылар мен әскерилер үйлеріне енді бір бөлігі Атырау облысына көмекке жіберіліп жатыр. Сондай-ақ су басқан жол учаскелерін, бір ай қатынассыз қалған 9 ауылдың жолдарын қалыпқа келтірген Қазавтожол мекемесінің мамандары да жұмыстарын аяқтап қалды. Айта кету керек, аталған мекеменің көлік жүргізушісі өз өмірін қатерге тігіп, саяжайда тасқын құрсауында қалған тұрғындарды құтқаруға атсалысқан еді. Бүгін Ақтөбе қаласында тасқын судан зардап шеккендерден өтініш қабылдау мерзімі аяқталады. Материалдық шығынды есептеуге бағытталған шара бойынша Астана және Алматы аудандарында өтініш қабылдау жұмыстары жүріп жатыр. Өтініш берілген соң арнайы комиссия барып тексеріп, техникалық сараптама жүргізеді. Бақылау қорытындысын негізге ала отырып, заңнама аясында зардап шеккен тұрғындарға өтемақы төленеді. Айта кетейік, Алматы ауданы бойынша 3300-ден астам өтініш түсті. Қазір 35 үй апатты деп танылды. Барлығы 100-ден астам үй иесі материалдық шығынды алып үлгерген. Ал Астана ауданы бойынша 108 өтініш келіп түсіп, 39 өтініш бойынша материалдық шығын өтелді. Ал Қостанай облысында төтенше жағдай резервінен тасқынның зардабын жоюға 2,4 миллиард теңге бөлінді. Бұл қаржы тұрғындардың шығынын өтеуге және инфрақұрылымды қалпына келтіруге жұмсалады. Сонымен қатар үкіметтің төтенше резервінен Арқалық қаласынан пәтер сатып алуға бірінші транш бойынша 405 миллион теңге берілді. Бұған 27 пәтер сатып алынды. Тасқын кезінде мыңға тарта малдың өлгені анықталды. Соның 800-ге жуығына өтемақы төленді. Облыста 2000-ға жуық өтініш бойынша 640 миллион теңгеден астам әлеуметтік көмек берілді. Қазір су тасқыны кезінде бұзылған тұрмыстық техника мен жиһазды есепке алып, бағалау жұмысы жүргізіліп жатыр. Ұлттық арна тасқын судан қауіп төнген халықпен бірге осымен 4-ші апта Жайық жағасындағы ахуалды жеткізіп жүрміз. Сын сағатта ұйысып күшіміз бірлікте екенін ұмытпай ағайын. Ұлттық арна қашанда қаусулы болсын. Ал эфир әрі қарай Астанадан жалғасады. Сөз тізгінін әріптесім Альбина Әшімге беремін. Альбина. Рахмет, құрметті көрермен, Атыраудағы көшпелі студиямыздан әріптесім Ләйла Қазиақбарова эфир тізгіндеген еді. Жалғастырайық. Мемлекетке қайтарылған заңсыз активтердің бір бөлігі тасқынның салдарын жоюға жұмсалады. Бұл жөнінде премьер-министр Олжас Бектеновтың төрағалығымен өткен заңсыз иемделген активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі комиссияның отырысында белгілі болды. Мемлекетке 40 миллиард теңге заңсыз актив қайтарылды. Оның 38 миллиард теңгесі ақшалай, қалғаны елордадағы бизнес орталықтар. Сонымен қатар жиында 7 миллиард теңге сомасына инвестициялық келісімдерге қол қою мақұлданды. Ол қаражатқа Астана мен Шымкентте 2 инфрақұрылым нысанын салу көзделген.
Жетісу облысы алдағы маусымда егістік алқаптарында су тапшылығын болдырмау үшін кешенді жұмысқа кірісті. Биыл 173 шақырым арықтар мен каналдар тазартылып, 54 гидротехникалық қондырғы, 10 гидробекет жөнделеді. Мұнан бөлек облыстағы өзендерде тағы 6 су қоймасын салу жоспарланған. Жаз айларында судың да сұрауы болатын көксулық шаруалар жақсы түсінеді. Алқап басында кейде суға таласып, жаға жыртысып қалатынын да жасырмайды. Биыл мұнда бұл мәселе түбегейлі шешімін таппақ. Ауданда жалпы ұзындығы 108 шақырымдық 15 магистралды канал жөнделіп жатыр. Бұл өз кезегінде 13.600 гектар егістікке судың ысырапсыз жетуіне септігін тигізбек. Лоток қойылды, енді тіпті жақсы болды бізге. Бұл жердегі шаруа қожалықтарының ешқандай барлығы көріп, бәрі дәні риза. Бұдан келген судан келген андайымдай талас, судан келген жетпей қалушылық ол болмайды деп айталам. Өте жақсы. Көксу ауданда ауыл шаруашылығына қажет тіршілік нәрі 3 өзеннен алынады. Ондаған жылдар бойы жөндеу көрмеген арықтар жаңартылып бетоннан салынып жатыр. Екінші кезеңде тағы 160 шақырымға жуық канал қалпына келтірілмек. Мамыр айдың 4-5 күнде біз суды береміз халыққа. Абонай қазылады жан-жағынан. Жаздай жұмыс тоқтатпаймыз біз. Жаздай жұмыс дейді күзге дейін. Күзде тағы арғай жалғаса береді бұл жұмыс. 2026-ға дейін бітіру керек бізге. Биыл Жетісу облысының егістік алқабы 18 000 гектарға ұлғайды. Ал суға деген сұраныс жылдан жылға артып келеді. Сондықтан өңірде суды үнемдеумен қатар жаңа қорларын игеру міндеті тұр. Жетісу облысында алдағы уақытта су тапшылығының алдын алу мақсатында дәл осындай 6 су қойма салыну жоспарланып отыр. Олардың үшеуінің құрылыс жұмыстары басталып жатса, тағы үшеуінің техникалық негіздемелері жасалынып жатыр. Бұл су қоймаларда жалпы көлемі 70 миллион текше метрге дейін су жиналады деп күтілуде. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Алматы облысы Кеген ауданы Қарабұлақ пен Жалағаш ауылдық округіндегі алқаптарды жебір құрт жайпап тастаған. Ауылдағы 137 шаруа қожалығы мен 2800 егістікке қауіп төніп тұр. Мына жақтың бәрін жеп келген ғой мына. Шағымдарын таспаға түсіріп хабарласқан шаруалар арнамыздан көмек сұрады. Бір апта ішінде 663 гектар алқапты құрт жеп қойған. Былтыр көктемде шегіртке қаптаса, биыл алқабымыз құрттап шығынға баттық дейді. Ал ауыл шаруашылығы министрлігі зиянкестің бұл түрі аса қауіпті емес деп отыр. Сондықтан оны зарарсыздандыру үшін қаржы қарастырылмағанын айтты. Шаруалар өздері өз күшімен тиісті дәрі алып улау жұмыстарын жүргізді. Жыл сайын шығатын экономикалық зиянды шегінен артық шыққаннан кейін ол көбейді. Оның алдында біздің мамандар, мына республикалық диагностикалық орталықтың маманы, біздің инспекция мамандары аудандық оқыту жұмыстарын жүргізген. Осы бойынша шаруаларға Қазақстан Республикасының заңы, өсімдік қорғау заңының нөмірі 331, 11-ші бабына сәйкес заңды тұлғалар, шаруалар өздері жұмыстарын жүргізу керек. Қарағандыдағы Кармет компаниясы болаттың жаңа түрін шығарып, брендке айналдырмақшы. Өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев мәжілістегі үкімет сағатында осылай деді. Жалпы жаңа инвестор кәсіпорынның жұмысын толық өзгертеді. Бүгінде өндіріс орнында 30 000-нан астам адам еңбек етеді. Сондықтан әуелі кеншілердің айлығы өсірілді. Қазіргі уақытта домна пештері тек көмірмен жұмыс істейді. Келер жылы оны газға ауыстыру жоспарланып отыр. Бұл экологиялық мәселелердің біразын шешеді. Жалпы бұл кәсіпорын барлық жоспарын үкіметке таныстырып бекітіп отырады. Инвестордың құйған 33,5 миллиард теңгесі жұмыс сапарымен өндіріс көлемін арттыруға бағытталады, деді Қанат Шарлапаев. Экономикалық ынтымақтастық ұйымының 2024 жылғы туристік астанасы белгілі болды. Бұл мәртебеге Өзбекстанның Шахрисабз қаласы лайық деп танылды. Саяхатшыларды тартуда әлеуеті зор көне шаһарда халықаралық іс-шаралар өтті. Оған Қазақстаннан да арнайы делегация қатысты. Шахрисабз тарихи нысандарға бай қала. Мұнда бүкіл түркі әлеміне әйгілі тұлға Әмір Темір дүниеге келген. Ол билік құрған жылдардағы резиденция мен Әмірдің алып ескерткіші қалаға көрік беріп тұр. Халықаралық конференция аясында өткен шаралар ұйымға мүше мемлекеттер арасындағы мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейтіп, туризм саласындағы қарым-қатынасты одан әрі дамытуға ықпал етеді. В регионе Организация экономического сотрудничества Экономикалық ынтымақтастық ұйымы аумағында ЮНЕСКО-ның бүкіл дүниежүзілік мәдени мұралар тізіміне енген 90-ға жуық нысан бар. Аса бай тарихымызбен осындай керемет дүниелер әлемнің түкпір-түкпірінен туристердің ағылына септігін тигізеді. Саяхатшылар қатарының жыл санап артып келе жатқаны бізді қуантады.
Экономикалық ынтымақтастық ұйымы шеңберіндегі алғашқы кездесуді тарихи жиын десек болады. Халықаралық бірлестік аясында туризм саласына арналған консультативтік комитет құрылады. Оның мүшелері жылына 2 рет бас қосып, саланы дамытуға қатысты өзекті мәселелерді талқылайды. Бұл игі бастамаға әлбетте Қазақстанда атсалысады. Дүние жүзіндегі туризм саласындағы трендтер өте тез өзгеріп жатыр, білесіздер. Жасыл даму бағытына, сосын табиғатты қорғау, экотуризм бағытында цифровизация мәселелері біздің өмірімізге терең сіңіп бара жатыр. Сондықтан осындай комитет ұйымның құрамында өте өзекті керекті шара деп есептейміз. Шахризабз 2024 жылғы туристік Астана болып, экономикалық ынтымақтастық ұйымы елдері туризм министрлерінің кезекті отырысында таңдалған. Бұл жолғы шарада ұйымның бас хатшысы шаһар әкіміне арнайы сертификатты салтанатты түрде табыстады. Ал туризмді бірлесе дамытуға бағытталған консультативті комитеттің келесі жиынын Қазақстанда өткізу жоспарланып отыр. Базаркүл Отыншиева, Өзбекстан. Қазақстан спортшылары Париж Олимпиадасына тағы 2 лицензия жеңіп алды. Осылайша жолдама саны 49-ға жетті. 4 жылдықтың басты бәсекесінде саблямен семсерлесуден Әйгерім Сарыбай ел намысын қорғайды. Ол Біріккен Араб Әмірліктерінде өтіп жатқан іріктеу турнирінде Олимпиада квотасына ие болды. Отандасымыз финалда гонконгтық спортшыны 15-13 есебімен жеңіп, чемпион атанды. Аталған сында тек жеңіске жеткен спортшылар ғана Париждегі бәсекеге бара алады. Құрметті қазақстандықтар, бәрілеріне рахмет. Бүгін өте қиын күн болды. Бірақ бәрін женіп, Қазақстан туын биікке көтердім. Осы бір аптадан кейін Сеулда гран-при өтеді, содан кейін Болгарияда Кубок мира болады, и содан кейін Азия чемпионаты, и содан кейін уже Олимпиада ойындарына дайындаламыз. Сондай-ақ стенд атудан ұлттық құраманың белді спортшысы Эдуард Ещенко қатарда өтіп жатқан іріктеу турнирінде Париж Олимпиадасының лицензиясын жеңіп алды. Ол скит бағдарламасында жекелейсінде финалға дейін сүрінбей жетіп, 3-ші орынға ие болды. Бұл стенд ату шеберлердің 2-ші жолдамасы. Осыған дейін трап жаттығуында Мария Дмитриенко командаға лицензия сыйлаған. Нысана көздеуде жолдама спортшының жеке өзіне емес, ұлттық федерацияға беріледі. Әзірге осы алда орай болжамы, ал қорытынды ақпарат 20:00-де. Армыстар, студияда Аяжан Баубек қызы 30 сәуір сейсенбіге арналған орай болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн ашық, тек Петропавлда жауын-шашын күндіз +6, түнде 0-ден 1 градус төмен. Қостанайда күндіз 11, түнде 4 градус жылы болады. Көкшетау мен Павлодарда ауа температурасы түнде 1-2, күндіз 7-10 градусқа дейін көтеріледі. Қарағанды мен Жезқазғанда аздап жаңбыр жауады, күндіз +10-20, түнде Жезқазғанда 11, Қарағандыда 0-ден 2 градус жоғары. Шығыста Өскеменде жаңбыр, күндіз 13, түнде 5 градус жылы болса, Семейде көшпелі бұлт шығады, термометр бағаны күндіз 11, түнде 4 градус жылыны көрсетеді. Батыста күн құбылмалы, Орал мен Атырауда күндіз 0-ден 18-26, түнде 11-16 градус жылы болады. Сынап бағанасы Ақтөбеде күндіз +18, түнде +10, Ақтауда күндіз 24, түнде 16 градусқа дейін көтеріледі. Оңтүстіктің басым бөлігінде көшпелі бұлт шығады, Талдықорған мен Қонаевта күндіз 22, түнде 5-9 градус жылы. Қызылорда мен Түркістанда күндіз 26-29 градус ыстық, түнде 10-12 градус жылыны көрсетеді. Ауа температурасы Таразда күндіз 21, түнде 8 градус жылы. Мегаполистерде де күн ашық, Шымкентте күндіз +22, түнде 9, Алматыда күндіз 0-ден 19, түнде 11 градус жоғары болады. Астанада күн ала бұлтты, ауа температурасы күндіз 8, түнде 3 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосылы болсын.